Баршаңызға сәлем. Бүгінгі мастер-класста біз бесікке немесе кроватқа арналған ілінетін осындай корзинка органайзер тоқитын боламыз. Мен корзинкамды осындай ақ түсті 100 метрлік трикотаж жібінен тоқитын боламын. Мендегі крючок номер 6 и бір штук маркер керек болады қатарымыздың басын белгілеп қою үшін. Ал бастайық. Кольцо амигуруми жасаймыз. Жіптің ұшын ұстап, 3 саусағымызды айналдырып, осылай айқастырамыз. Бұл бізде міне жұмыс жібі. Енді бірінші жіптің астынан өткізіп, екіншісін тартып, осылай шығарамыз. Енді крючогымыздағы петлядан жұмыс жібін тартып шығару керек. Бұл бізде саналмайды. Енді мына кольцоның ішіне 6 столбик без накида тоқу керек біз. Крючогымызды кольцоның ішінен өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючогымызда 2 петля. Енді жұмыс жібін осы екеуінен өткіземіз. Міне, бірінші столбик тоқылды. Осы жерге маркер іліп қойсаңыздар болады. Тоқыған кезде спираль бойынша тоқимыз. Қатарымыздың басын белгілеп қою үшін осындай маркер қыстырып қойсаңыздар болады. Енді екінші столбик тоқимыз. Кольцоның ішінен крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючогымызда 2 петля. Жұмыс жібін осы 2 петлямыздан өткіземіз. Екінші столбик. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарып, енді міне 3-ші столбигімізді тоқыдық. Келесі 4-ші столбик тоқимыз. Бесінші столбигіміз. Соңғы 6-шы столбикті тоқимыз. Міне. Енді біз жіптің ұшын тартып, кольцомызды жабамыз. Міне. Ары қарай біз спираль бойынша тоқитын болғандықтан бұл жерде қатарымыздың соңын жалғаудың қажеті жоқ. Бірденнен тоқып кетеміз, тек бірінші столбигімізді осылай маркермен белгілейтін боламыз. Маркерімізді шешіп, келесі екінші қатардың бірінші столбигін тоқимыз. Екінші қатарда біз прибавка жасаймыз. Бізде 6 столбик, әр петляға 2 столбиктен тоқитын боламыз. Бірінші столбигімізге тоқимыз. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Трикотаж жібімен тоқу сәл қиындау. Бірінші қатарында ары қарай қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міне, жұмыс жібін тартып шығардық. Крючогымызда 2 петля. Жұмыс жібін тартып, осы екеуінен өткіземіз. Осы жерге маркерімізді қыстырып қоямыз. Дәл осы петлямыздың ішіне екінші столбигімізді тоқимыз. Бұл бізде прибавка. Жұмыс жібін тартып шығарған кезде крючогымызда тұрған петлямыздың бойымен бірдей болу керек. Тартып шығарған жұмыс жібіміз. Одан кейін барып, сол екеуінен осылай жұмыс жібін тоқып өткіземіз. 2 столбик тоқыдық. Келесі столбикке тағы да 2 столбик тоқимыз. Бізде екінші қатарда 12 столбик тоқылу керек. Петлямыздың арасында тесіктер болып қалмау үшін осылай
столбигімізді сәл биіктеу етіп, тура мына крючогымызда тұрған петлямыздың бойымен бірдей етіп қатты тартпаймыз, былай сәл былай көмектесіп тартаңқырап шығарып, міне осылай тоқисыздар. Сонда мына жерде тесіктер болмайды. Келесі столбигімізді тоқимыз. Әр петлямызға 2 столбиктен тоқимыз. Соңғы петлямыз қалды. Енді соңғы столбигімізді дәл сол петлямыздың ішіне тоқимыз. Міне. Санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Әр қатарда бізде 6 столбиктен қосылып отырады. Келесі 3-ші қатарымызды тоқимыз. Бірінші петлямызға бірінші столбигімізді тоқимыз. Бұл жерде біз прибавкаларды через ряд жасайтын боламыз. Сонда біріншісіне біз қазір прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик тоқимыз. Келесі петлямызға 1 столбик тоқимыз. Одан кейін прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик. Солай бізде 6 столбик қосымша тағы да тоқылады. Сонда бізде 18 столбик, 3-ші қатарда 18 столбик шығу керек. Бірінші столбигімізді тоқимыз, маркерімізді ілеміз, дәл сол петляға прибавкамызды жасаймыз. Келесі столбикке, келесі петляға 1 столбик тоқимыз. Одан кейінгісіне прибавка жасаймыз. 1, 2. Келесіне 1. Одан кейінгісіне 2. Прибавка жасаймыз. Келесі столбикке, келесі петляға 1 столбик тоқимыз. Одан кейінгісіне прибавка жасаймыз. Бір столбик тоқимыз. Прибавка жасаймыз. Бір столбик. Прибавка. Соңғы столбигіміз бізде 1 столбикпен бітеді. Міне. Санап шықсаңыздар 18 столбик шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мынау ішкі жағы, мынау сыртқы жағы 10 беті болады. Мынау ішкі жағы маған осылай тоқыған ыңғайлы. Кейін барлығын, қатарымыздың барлығын бітіргеннен кейін бұны бұлай теріс айналдырып шығаратын боламыз. Бірақ тоқыған кезде маған дәл осылай тоқыған ыңғайлы, өздеріңізге ыңғайлы етіп тоқи берсеңіздер болады. Келесі 4-ші қатар бізде прибавка әр 2 столбиктан кейін жасалады. Алдыңғы қатарымыздың бірінші столбигі прибавкамен басталғандықтан бірінші біз 2 петляға 1 столбиктен тоқитын боламыз. Одан кейін мына жерде
бүйтіп қарасаңыздар, міне прибавка жасалған столбиктер тұр, міне. Одан кейін прибавка, бір столбик, иә. Именно мынау бір столбик тоқылғанның үстіне біз прибавка жасаймыз. Прибавкалар бір-бірінің үстінде болса, мынандай бұрыштар пайда болады. Ол кезде әдемі көрінбейді. Біздің идеальный кругымыз шығу үшін прибавкамыз біздің мынандай біреулік столбиктің үстінде болғаны дұрыс. Бірінші біз бір столбик тоқимыз. Бір столбик. Маркерімізді ілеміз. Келесі екінші столбигіміз. Петлямызға бір-біреуден тоқимыз. Енді осы жерде біз үшінші петлямызға прибавка жасаймыз. Міне. Сонда біздің прибавкаларымыз екі столбиктен кейін жасалады. Келесі біреулік столбиктің екеуін тоқимыз. Бір, екі. Келесі столбик бізде прибавка. Бір петляға екі столбик тоқимыз. Келесі біреулік столбик екеуін тоқимыз. Біреуін тоқыдық, міне. Екінші столбик. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Келесі біреулік столбиктен екеуін тоқимыз. Прибавка жасаймыз. Біреулік столбиктің екеуін тоқимыз. Келесі столбигіміз прибавкалы. Келесі біреулік столбиктің екеуін тоқимыз. Соңғы петлямызға прибавкамен аяқтаймыз. Төртінші қатарда бізде 24 столбик шығу керек. Келесі 5-ші қатар бізде прибавка әр 3 столбиктен кейін жасалады. Маркерімізді шешіп, бірінші петлямызға біз енді жерді қарайық. Алдыңғы қатарда бізде бірінші 2 біреулік столбиктен басталды, иә. Осы жерде біз прибавка жасасақ болады. Бірденен бірінші столбигімізді прибавкамен бастаймыз. Бірінші столбигімізді тоқып, маркерімізді міндетті түрде іліп қоямыз. Дәл сол петляға прибавкамызды жасаймыз. Ары қарай бізде 1, 2, 3 біреулік столбиктен тоқитын боламыз. 1, 2, 3. Келесі бізде прибавка. 1, 2, бір петляға 2 столбик тоқыдық. Келесі бізде біреулік столбиктің 3-еуін тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бізде прибавка. Одан кейін біреулік столбиктің 3-еуін тоқимыз.
біреу, екеу, үшеу. Келесі прибавка. Бір петляға 2 столбик тоқимыз. Ары қарай біреулік столбиктің үшеуін тоқимыз. 2, 3. Прибавка жасаймыз. Біреулік столбиктің үшеуін тоқимыз. Прибавка жасаймыз. Соңғы 3 петлямыз қалды. Біреулік 3 столбикпен соңғы қатарымыз аяқталады. Әрқайсына бір столбиктен тоқимыз. Бесінші қатарымызды аяқтадық. Бесінші қатарда бізде 30 столбик шығу керек. Санап шығыңыздар, иә? Келесі 6-шы қатарды тоқимыз. Бұл жерде бізде әр 4 столбик сайын прибавка жасалады. Жаңағыдай біздің идеальны кругымыздың әдісі бойынша алдыңғы қатарымыздың бірінші столбигі бізде прибавкамен басталған еді. Бірінші біреулік 4 столбигімізді тоқып шығамыз, одан кейін прибавка жасаймыз. Маркерімізді шешіп, бірінші столбигімізді тоқып, маркерді қыстырып қоямыз. Біреулікті тоқыдық, келесі тағы үшеуін тоқимыз. 2, 3, 4. Енді келесі 5-ші петлямызға прибавка жасаймыз. Әр прибавканың арасында сонда бізде 4 столбиктен. Келесі біреулік 4 столбигімізді тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Прибавка жасаймыз. Біреулік столбигіміздің төртеуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Прибавка жасаймыз. Соңғы петлямыз бізде прибавкамен аяқталу керек. Алтыншы қатарымызды аяқтадық. Бұл жерде бізде 36 столбик болу керек. Келесі соңғы прибавкамен жасалатын 7-ші қатарды тоқимыз. Маркерімізді шешіп, бірінші петлямызға прибавка жасаймыз. Бірінші біреуін тоқып, маркерді қайта іліп қоямыз. Дәл сол петляға екінші столбигімізді тоқимыз. Прибавкамызды жасадық. Енді ары қарай біреулік столбиктің 5-еуін тоқимыз. 1, 2,
3 4 5. Енді прибавка жасаймыз. Ары қарай біреулік столбиктің 5-еуін тоқимыз. 1 Міне, прибавкалы 7 қатарымызды тоқып шықтық. Енді біз прибавкасыз, ешқандай прибавка жасамай, бұл жерде бізде 42 столбик, 42 столбикті жоғары қарай тоқитын боламыз. Тағы да 10 қатар тоқимыз. Сонда бізде общий, мына жақтан бастап санағанда 17 қатар болу керек. Қатарымыз енді қайталанып тоқыла беретін болғандықтан, әр петлямызға бір столбиктен тоқып шығамыз. Өз беттерінше тоқыңыздар, я. 17-ші қатарда қайта кездесеміз. Міне 17 қатарды тоқыдым. Маркерге жеттім. Енді қараңыздар. Енді біз мына жерде ручкасын тоқу керекпіз. Бірақ мен ручкасын мына жақтан бастап тоқымаймын. Өйткені қараңыздар. Қатарымызды біткен кезде біздің корзинкамыз сәл қисықтау болып тұр. Міне бүйтіп визуально қараған кезде мына шетте көрініп тұр. Сол үшін біз бұны түзілеу үшін кішкене міне осы жерден бастау керекпіз. Сонда мен мына жақтан тағы да 5 қатар столбик без накида тоқып, корзинамды осылай түзелеп аламын. Одан кейін мына жерден бастап краватымыздың шетіне іліп қою үшін мынандай ручкасын тоқитын боламыз. Жалғастырайық. Маркерімізді шешеміз. Енді бізге керегі жоқ. Осы жерден бастап біз 5 столбик без накида тоқимыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. 5. Міне. Осы жерден бастап, енді біз ручкасын тоқимыз. Ол үшін біз ручкасына 21 воздушный петля теріп аламыз. 1. Қатты тартпайсың, біріншісін ғана сәл тығыздау етіп жасаймыз. Қалғанын кәдімгідей қатты созып жібермейміз, қатты тартып жібермейміз, орташа етіп теріп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Енді біз мынаны бұрған кезде артында мындай перемычкалары бар, осы жерге тоқитын боламыз. Крючоктан кейінгі бірінші петля, одан кейін екінші петля, осы екінші петляның артындағы перемычкаға тоқимыз. 20 столбик без накида тоқимыз. 1, 2,
2 петляларымызды қатты тартпаймыз. 3 4 5 соңғысы 20. Міне мына жерге. Енді біз мына жерде мына картинка, мына ручкасын мына жаққа жалғау керекпіз. Ол үшін бірденнен былай тоқымаймыз. Мына жақта кішкене тесік болып қалады. Сол үшін біз тура мына 2 галочка болып тұр ғой. Мына петля тоқылған жерге емес, былай емес. Міне, прям мынау галочканың арасына столбик без накида тоқимыз. Міне. Енді біз ары қарай кәдімгідей мына столбиктердің үстіндегі петляларға тоқитын боламыз. Біз 10 столбик без накида тоқу керекпіз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Осы жерден дәл мына жақта жасағандай 21 воздушный петля теріп аламыз. 1 артындағы перемычкаларға тоқимыз. 20 столбик без накида. Міне менде соңғы 20-шы столбик қалды. Так. 20 столбик без накида тоқыдым. Енді дәл міне 10-шы столбикті тоқыған кезде ары қарай бастап кеттік қой біз воздушный петля теріп. Тура соның тұсындағы мына 2 галочканың ортасына столбик без накида тоқимыз. Енді ары қарай айналдыра мына жаққа дейін столбик без накида тоқып шығамыз.
Бұл бізде столбик без накидамен тоқып жатқан соңғы қатарымыз. Ары қарай біз обвязка жасаймыз. Обвязканы біз соединительный столбиктармен жасайтын боламыз. Так, міне соңғы столбигімізді тоқимыз. Міне ручкасына жеттік. Енді осы жерден бастап айналдыра барлық жерін қайта осы жерге келгенше соединительный столбик етіп тоқимыз. Оны міне мына жақтан бастаймыз. Жұмыс жібін тартып шығарып, бірденен крючоктағы петлямыздан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып, бірденен крючоктағы петлядан өткіземіз. Бұл бізде соединительный столбиктер. Соединительный петля. Әркім әртүрлі айтады. Осылай шетін обвязка жасап шығамыз. Міне осылай әдемі аккуратный болып көрініп тұрады. Ручкасын обвязка жасаймыз. Қазір мына жаққа жеткен кезде түймеге ілмек жасайтын боламыз. Столбик, соединительный столбик жасадық. Енді мына жаққа тоқмаймыз. Бірақ біз бұл жерде 3 воздушный петля теріп, мына жоғардағы бір петляны өткізіп, мына жаққа тоқитын боламыз. Осылай. Бұл бізде түймені қыстыру үшін ілмек болады. Міне бір петляны өткізіп, келесі петляға соединительный столбик тоқимыз. Міне. Ары қарай соңына дейін, ручкамыздың соңына дейін соединительный столбиктер тоқып шығамыз. Ары қарай соединительный столбиктерімізді тоқып шығамыз. Столдың үстінде тоққан ыңғайсыздау екен. Негізі алдыма алып отырып тоқимын. Барынша сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына ручкасындағы соңғы петляны тоқимыз. Енді ары қарай мына жақтан, бізде екеуінің арасында 10 столбик без накида бар еді. Сол жерге де соединительный столбик тоқимыз. Келесі
ручкасын тоқып шығамыз. Міне мен ручканың ұшына жеттім. 3 воздушный петля. Мына петляны өткізіп, мына жаққа тоқимыз. Екінші ручканың ілмегін жасадық. Ары қарай соединительный столбиктерімізді тоқимыз. Міне ручканың соңына жеттік. Енді ары қарай жалғастырып обвязкамызды тоқып, бірінші ручкамызға дейін тоқитын боламыз. Соңғы соединительный столбигімізді жасадық. Енді біз осы жерден кесіп аламыз. Петлямызды, жібімізді шығарып, мындай инемізге өткізіп, жіптің ұшын столбиктердің арасына жасырып шығамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы солай жасырсаңыздар болады. Крючокпен ба, или мен сияқты осылай инемен ба. Қалай сіздерге ыңғайлы солай жасайсыздар. Мен осылай столбиктердің арасына бұлай жасырып шығамын. Міне, енді мына астындағы петляны да жасырып шығамыз. Міне жасырып шықтық. Енді корзинкамызды оң қарату керек. Мен өзім осылай, маған ыңғайлы болған екен, мен осылай тоқимын. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы солай тоқсаңыздар болады. Міне корзинкамызды оң қаратып алдық. Енді біз корзинамызды толығымен парлап шығу керекпіз. Ручкаларым барлық жерін. Менде мынандай түйме бар. 20 миллиметрлік. Осы түймені екі жеріне тігетін боламын. Бүгінгі мастер-класс сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, қолдау білдірсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.